Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі дәріс номер 6 дәріс. Тақырыбы өздігінен жүретін жебелі крандар. Сабақ бойынша қаралатын сұрақтар: жүкті көтеру және жебенің ұшу механизмі, қозғалу механизмі және тежеуіштер. Жүк көтеру машиналардың тетіктері міндетті түрде сенімді тежеу құрылымдарымен жабдықтау керек. Жүк көтеру механизмдерінде тотықтықштың қосалқысы мен жүктің тоқтатуын қамтамасыз ететін жылжу және бұрылу механизмдерінде тежеу жолының белгіленген ұзындығында толық тоқтатуы болып келеді. Көтергіш тасымалдаушы машиналардың тежеуіштері машиналар жұмысының қауіпсіздігін және олардың өнімділігін жоғарылатады. Тоқтату мерзімі тетік жұмысының қарқынының жоғарылатуларының үшін мейлінше аз болуы керек. Дегенмен еріксіз келтірудің элементтерінде қатты тоқтауда жүріс және тісті доңғалақтардың, муфталар, подшипниктердің тозуы үлкен қосулардың бұзылыс шамдығын биік динамикалық жүктемелердің жұмыс істейді. Қатты тоқтату машиналардың доңғалақтарының бұзылуына, тасылатын жүк металл құрылымдардың дірілдеуіне, теңселтуіне алып келеді. Тоқтату тетіктерін электрлік келтірумен электрлі, сондай-ақ механикалық әдіспен де жүзеге асыруға болады. Электрлік тоқтатудың жылдамдықтың тежеуіштік тұйықталуы моменттерінің әсерінен мейлінше азайтуға болады. Бірақ бұл жағдайда электр энергиясы берілмегенде жалғыз механикалық тежеуіш тетікті тоқтатады. Сондықтан кез келген жағдайдағы механикалық тетіктердің есебінде тежеуіш моментінің толық мәнін енгіземіз. Тежегіш моментті анықтау үшін белгілі болу керек. Бірінші, сипатты және тетіктің жұмыс тәртібі. Екінші, тетіктің конструктивтік және есептік берілгендері. Олар транспорттаушы жүктің массасы, бөлік элементтерінің массасы және тетік элементтерінің инерция моментінің қозғалыс жылдамдығы, беріліс заңы және беріліс заңымен тоқталады. Үшінші, бұл тетіктің кинематикалық схемасындағы тежеуіштің орны. Олар тежеуіш моменті әртүрлі жұмыс органының берілуі беріліс сағатының тәуелді. Мысалы, барабанның тежегіш белдікке дейін тежегіш моментінің мәніне тең болады. Төртінші, бұл бұру моменті. Бұл тежеуіш білікті тоқтатуға және тетік элементтеріндегі анықталған жоғалтулардың есепке алуға әсері. Бұл тежегіш біліктің айналуының жиілігі болып келеді. Сонымен бірге кейбір тежеуіш конструкциялар қолданғанда тежегіш шкатифті айналу бағытымен білу керек. Көтергіш көлік машиналарының тежеу құрылымдарының келесі белгілер бойынша классификацияланады. Олар: бірінші, жұмыс элементтерінің конструктивтік орындалуы бойынша қалыптық тежеуіш олардың жұмыс элементтерінің қалып түрінде болады. Яғни барабан тежеуішінің сыртқы немесе ішкі беті бойынша үйкеледі. Тағы бір тежеуіш түрі бұл ленталық жұмыс элементінің жұмсақ лента түрінде болады. Бұл тежеуіш барабанға үйкеледі. Диск сияқтысы жұмыс элементтерінің түрі толық сақиналы дискі немесе жеке сегментті қалыптар және конустағы жұмыс элементінің конус түрінде болады. Тежегіштің соңғы екі түрі әдетте артта жүруші күшпен бір топқа бірігеді. Білікті басуы бар тежеуіштің өстерінен бойлау жұмыс істейді. Екінші, бұл әрекет ету қағидасы бойынша автоматты тежеуіштерге жататындар электромагнитті, электрогидравликалық немесе электромеханикалық жетекпен сондай-ақ тұйықталып тасталатын жүк салмақтар. Артта жүру бір уақытта қызмет көрсетушінің еркін қозғалтқыш тетіктерінің сөнуіне тәуелсіз, яғни онда тежеуіш және басқарушы тежеуіш орнатылған.
тұйықталуы мен айырылу қызметін көрсетушінің басқарушы органның әсерінен болады. Тағы үшінші түрі бұл тағайындалуы бойынша тоқтатқыш тежеуіштерге, яғни тетіктің тоқтатуына алып келеді және оны төмен түсіретін тежеуіштермен жылдамдық реттеушілер тиісті шектерде қозғалыс жылдамдығын шектейтін және мерзім бойы тетіктің жұмысына сәйкес келеді. Төртінші бұл күштің сипаты бойынша әсерлері. Бұл бағдарлаушы тежеуішпен тоқтатылады. Бұда тетіктің еріксіз келтіруінің қосындымен бір уақытта болып жататын айыру, тұйықталу серіппеден үнемі жұмыс істейтін күшпен жасалады. Оларға пружинадан арнайы артта жүруші жүк салмақпен тағы сол сияқтылар жатады. Ал ажырату тетіктің жетегінде бір уақытта қосылуымен болады. Ода басқарушы күш жұмыс жасайды. Тежеуіштің келтіру сөнгенде ол автомат түрде тұйықталынады. Басқаруда күш жұмсауда тежеуіш тұйықталатын, үнемі жұмыс істейтін ажыратылатын күштер көмегімен тарқатылатын нормалы ашық тежеуіштер болады. Тежеуіштер келесі негізгі талаптар: олардың конструкциясының тәуелсіз, барлық тежеуіштерге тап қалған жұмыс жағдайлары үшін жеткілікті тежеуіш моменті, тез тұйықталуы және айыруы, тежеуіштің элементтерінің беріктігі және ұзақ уақытқа жарамдылығы, конструкцияның оңайлығы анықтайтын жасаудың құндылығы, тексерудің оралымдылық, реттеу және салқынданған бөлшектерді алмастыру, реттеудің орнықтылығы және тежеуіш құрылғысының жұмыс қамтамасыз ететін сенімділігі. Демек, тежегіш шкаф ең кіші бұрау моменті жұмыс істеген және аз тежегіш моменті керек болатын тетіктің жүрдек білігінде әдетте орнатылады. Назарларыңызға рахмет.